балабақшасында Адал Азамат Тұрсынбай тәрбие бағдарламасының жоспарына сәйкес әжелер мектебінің отырысы болғалы жатыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әжемнің өнегесі. Осы іс-шарамызға қатысатын Балдәурен ортаңғы тобының әжелері. Бірінші әжеміз Молдадосова Ақмарал әжеміз. Еңбіліктің әжесі боламын. Екінші Тұрғанбаева Гүлмира. Мен Аяжанның әжесі болам. Үшінші әжеміз Шаханова Кенжегүл. Мен Раянаның әжесі боламын. Бүгінгі шарамызға біздің әжелеріміз өздерінің өнерлерін, бұрынғы қазақтың өнегелі заттарын әкеліп көрсетпекші. Бірінші Молдадосова Ақмарал әжемізден бастасақ. Мен қызыма кішкене түйе жүнінен көрпеше тіккім келіп отыр. Ол үшін ең алдымен түйе жүнін сабап аламыз. Қыздар, мінекей, қыздарым қарап отырыңдар. Түйе жүнін өстіп жақсылап сабап аламыз. Арасы ашылу керек, мінекей. Жүніміздің арасы ашылып, өстіп, мінекей балалар, сабап алу керек. Мінекей. Көріп өтсіңдер ма балалар? Бұл балалар түйенің жүні. Мінекей, сабап болған соң балалар, сабауымызды қойып былай қарай. Біз бұны жақсылап түтеміз. Мінекей алдымызға алып, жүнімізді шетінен жайылып алып. Не істейміз? Қыздарым, түтеміз. Өзімізге ыңғайлап аламыз. Мінекей, өстіп, арасын ашып, жүнімізді Әжеміз жүнін түтей бергенше, келесі Гүлмира әжеміздің тоқылған нәскелерін, жүн шұлықтарын көрейік. Ұшық үй жүзін әжеміз бізге көрсетсін. Қыздар, енді маған қараңдар, әжеміз жаңа жүн түтті, сол жүнді бүгін мен сендерге аналарымыздан, әжелерімізден бұрын пайдаланған ұлттық өнерлердің бірі иіру мен тоқу өнерін көрсетіп түсіндірейін. Балалар, бірінші әжеміз жүн түтеміз деді ғой. Сол жүнді мынадай қылып ұшыққа әкеліп, қолымызға байлап, жіп қылып шығарамыз. Өстіп, мынаны иіреміз балалар. Қараңдаршыне. Бүйтіп, мынаны домалатып, бүйтіп иіреміз, тіземізге салып, оны жіп қылып бүйтіп созамыз. Балалар, біз сендер қыста не киесіңдер қолдарыңа? Қолға киеміз, аяғымызға қалың шұлық киеміз. Осыны міне жүннен түтіп, оны жіп қылып иіріп, оны әр түрлі түстерге бояп, мынадай жіп қыламыз. Міне, мынау менің тоқып атырған шұлығым балалар. Бұны тоққан кезде 5 темірмен тоқимыз. Мен бұрын бұны маған өзімнің нағашы әжем болды. Нағашы әжем маған осы тоқуды өстіп үйреткен 5 темірменен. Қараңдаршы балалар, міне, мынаны іліп тоққан сайын біз неше түрлі нәрсе тоқуға болады екен. Қалпақта тоқимыз, үстімізге жейдеде тоқимыз. Қараңдаршы балалар, мынау да міне, мынаны біз үйімізде тамақ ішкенде ыстық тарелканың дастархан күйіп қалмау үшін соның астына, шайнектердің астына қоятын бұны ілмектен тоқимыз, балалар. Жіпті әр түрлі түске бояймыз. Қараңдаш, неше түрлі түс бар мыналарда, осыны мына жіпті иіріп, осы жіпті иіргеннен кейін оны әр түрлі түске бояп, неше түрлі нәрселер тоқуға болады екен. Мынадай жылы шұлықтарда тоқуға болады екен. Сендерге ұнай ма осындай тоққан? Онда мен сендерге осы тоқудың әр түрін үйретейін, қыздарым. Келесі бізде үшінші әжеміз, Кенжегүл әжеміздің не әкелгендігін көріп жіберейік. Қыздарым, бүгін біз қазақтың ұлттық текеметін шығарамыз, Бізге ұлттық текеметті ерте заманда ата-бабамыз төріне әдемілеп іліп қойған. Ол үшін біз текемет жасау үшін біз бүгін қошқар мүйізімен гүл оюын жапсырған арқылы текемет оюын жапсырып шығарамыз. Және қыздар бәрі әжемізге көмектесіп, қиып, оюды бастырайық, әжемізге көмектесейік. Ал
құлыным, Аяржан, сен маған қара, мен саған тоқылды көрсете берейін, е? Еңлік қызым, қасыма келе қойшы. Маған келе қой, келе. Еңлік қызым келе қой. Әжеме жүн түсіп келеді. Оқыған бала сабырлы болады, еңбек еткен бала бақытты болады деген. Балалар, біз өйстіп оқуды еңбек етіп табамыз, е? Мамаларымыз да, мен ата әжелеріміз осыларды оқып, Түтейміз, ұстай ғой қолыған мінекей. Шетінен алып мінекей бүйтіп түтейміз, е? Бұл жүн түту деп аталады. Бұл менің жүн екен, еңлік? Түйенің жүн екен, е? Бұдың мінекей. Түйенің жүн екен. Бұдан қазір біз көрпеше тігеміз. қойды қақу арқылы Көрпеше тігуді, еңлік? Көрпеше тігуді маған анам үйреткен. Мен де сендер сияқты кішкентай болдым. Менің де әжем ол ашық әжем үйреткен сендер ұнап жатыр ма? кезімде. Жарайсың, еңлік қызым. Ішіне салып бүйтіп Түте көжеміз. бер мінекей. Айза жақындай ғой, Жас деп жақындай. ал. Әжеге көмектесесіңдер. Іліп аламыз. Жаннатке жақындай ғой, жақындай. Ілесіңдер, математы. Аяна жарайсың. Арамыз, е? Әдемілеп қиып жатыр Аяна. Үлкен жүнімізді Ұнады ма саған, Аяржан? Енді Ақмарал әжеміз дайын болған жүнін көрпеге салып, еңлік қызына шай көрпе дайындап бермекші. Мінекей қыздарым, енді маған қараңдар. Мінекей, мынау кішкене құрақ көрпесі, е? Мінекей, бұл құрақ көрпені маған анам тігуді үйретті. Мінекей, әдемі ма? Түрлі түстерден, мінекей, түсті материалдардан әдемі құрақ тігуді үйретті. Енді мен қазір осы міне тігілген құрақ көрпемнің тұсына, ішіне қазір мінекей жаңағы түткен түйенің жүнін салып, көктеп беремін, е? Еңлік қызыма көрпеше көктеп беремін. Еңлік қызым, сен жүнді жайнелеп түтей бер. Мінекей, өйстіп әдемілеп салып аламыз. Мінекей, мұқиятта бұрыш-бұрышына апарып, мінекей, бұрыштарына апару керек, көрдіңдер ма балалар? Мінекей, өйткені босап қалмау керек, е? Тегіс бәріне салып шығуымыз керек. Еңлік әжеге көмектессек, жүн салып көмектесе ғой әжеге. Қазір маған көмектеседі, міне көмектесіп жүр. Сала ғой жүнді салып. Әйзесен қош енді. Түйе жүндігі өте жылы болады. Жұмсақ болады, жылы болады. Қысты күні біз тоңбаймыз. Жоқ, бұдан. Мінекей, шетінен аламыз да, мінекей. Түте бер. Мен нан сала берейін, е, қызым, е? Сен жаңағыдай түте бер. Бүйтіп түте бер, мінекей. Қалпақта тоқимыз. Түте бер. Мен түткен жүндерді сала берейін. Шұлықта Бізге енді шамалы ғана жүн керек екен. Келеуғым. Қолың ұстау, бестемірді. Бәріміз бірге үйренеміз, е? Еңлік қызым келе ғой. Бұл тоққан кезде оң теріс деген болады, балалар. Қараңызшы. Жанат келе ғой. Кел қыздарым, маған жақындарыңдар кел. Әзиза қызым, келе ғой. Келе ғой. Әзиза қызым. Кел қасыма отыра ғой. Келе ғой. Айбегім қызым, кел қасыма отырыңдар, нараға жайғасыңдар, келе ғой. Мінекей, Шұлық тоққанды қарай қойыңдар. Кәне енді Әзиза қызым, келе ғой, қасыма нараға отыра ғой. кірелеп беріңіз, қыздар өз жабыстырсын. Әдемілеп. Мінекей, ең алдымен үйменізді Айбегімді сабақтап аламыз. көрсетейін. Ұстай ғой. Әзиза, мінекей, қарай ғой. Мінекей, наны бүйтіп, ішіне қарай бүйтіп қайырамыз, е? Қайырамыз да. Бұл тоққан кезде де әртүрлі Қандай ойын алды? Қошқа түйе. Сол кезде біздің мынадай әдемі көрпешеміз дайын болады, е? Астымызға жұмсақ, түйенің жүні балалар өте жылы болады қысты күні. Тоңбайсыңдар, е? Астарыңа салсаңдар жылы болады. Сендерге ұнап жатыр ма? Сендер үйлерде әжелерің тоқтай ма осындай? Әжелер сендерге істеп бере ма Әжелерің көрпе? көрсете ма? Ұшы қиырып,
шлоқ тоқып, иә? Еңсе міне ұстап отыр. Маған көмектесші. Ой, жарайсың қызым. Әдемілік. Қатты басыңдар. Ұстап көре қойыңдар, Аяжан тоққандарды, иә? Өстіп, мінекей, мені балалар абайлар ұстау көреді, иә? Кел, Айша кел. Айша Айза, наянаш. мынау қандай түс? Айта ғой, біз жіптерді әртүрлі түске бояғанбыз, иә? Баса ғой. Қандай түстерден құралған екен? Құрақ көрпеміз, Әзиза, түстерді айтшы. Қандай түстерден? Айка. Айбибі, қарайшы, айта ғой. Жарайсың Айша. Иә? Қатты басыңдар. Ек қолға. Бас. Қызыл, жасыл, Бұл түс екен, иә? Сосын, Кереметтен әдемі болып жатыр. түс екен, иә? Қатты жағып жіберіңдер. Айтасың. Шөте кел, маған қарап отыр. Айзия Айзия? маған қарап отыр. Қараса, Айзия, апайға қош күшті маған істеп қарап жатыр отыр, ғой, иә? апай. Не, қарашы кел, маған қарап отыр. Әдемірек өйстіп тігемісің, жақындап ұстай қой. Жанат, қарай ол. Айбибі, маған қарап отыр, міне. Ұнай ма сендерге? Әдемі көрпеше болып жатыр, иә? Бес темір деген. Қараңдаршы, мен темірді санайық, менің қолымда шұлықтағы. Міне қолымда Жаймен біреуі егіз бар, иә? Не екінші темір? Мынау үшінші темір, мынау төртінші темір. Аяғы бастай Мынау сен. бесінші темір, иә? Осы бес темірді бұрын ата әжелеріміз Ертең өскенде осыны жіппен қыздарым сендер осындай әртүрлі нәрселер көрпеше жасайды. білесіңдер, иә? Мінекей, Ұнады ма Айша саған? біздің көрпешеміз Ой, жан. Жарайсыңдар. Менің қыздарымның бәрі. Кенжегүл әжеміз өз жұмысын қыздарымен аяқтапты. Балалар тоқыған бала сабырлы болады, еңбек қыздар еткен маған бала бақытты болады деген. Қыздарым осы баста еңбекке, өнерге жақын болу керек, иә? Қыз баласы анасына, әжесіне жақын болып, Балалар өз өнерлерін ертең өскесін қажетіп көрсетесіңдер, иә? Аяжан, сені әжең үйіңде осыны тоқиды ғой неше түрлі болып, иә? Мен саған неше түрлі тоқып, Аяжанға мен осы бастан көрсетіп, үйретіп жатырмын, иә, Аяжан? Енді Ақмарал әжеміз өзінің дайындаған түйенің жүнінен жасалған көрпешесін таныстырып бізге көрсетсін. Ал қыздарым қарай қойыңдар. Мінекей біздің еңлік қызыма, мен өзімнің еңлік қызыма арнаған мінекей түйе жүнінен дайындалған көрпешем дайын болды. Еңлік қызым мінекей. Енді бұны көрші мінекей жұмсақ, әрі жылы, тоңбайсың мінекей. Бұны астына келе тұра қой. Еңлік Тұра ғой еңлік. Тұра қой. Әжең саған әдемі көрпеше істеп беріп жатыр. Неге? Енді осы көрпешеге Еңлік қызыма отырады. әдемі көрпеше істеп бердім. Отыра қойшы, жұмсақ екен көрші. Күшті екен. Ой, келін. Әдемі екен. Ой, жарайсың қызым. Жұмсақ екен? Ұнады ма еңлік Ұнады ма саған? саған? Ұнады деп айт. Айша, ұнады ма? Ұнады. Жарайсың. Келесі Кенжегүл әжеміз өзінің текеметін таныстырса. Біз бүгін қыздарымызбен әдемі текемет ойын, текеметті жасап шығардық. Ол үшін бізге қыздар қандай ою пайдаланды? Қыздарым? Айта ғой, Раяна. Айта ғой, Раяна. Иә, дұрыс айтасың. Қошқар мүйіз ою, және Жарайсың. гүл ою. Жарайсың. Енді біз осыны әдемілеп өзіміздің тобымызға іліп қоямыз, иә? Жарайсыңдар қыздар. Рахмет әжесі. Енді Гүлмира әжеміз өзінің жұмысын көрсетіп жіберсін. Үйден аяқтап келген жүнәскейін көрсетіп жіберсін. Мен құлыншақ қыздарыма ұстырғанда тоқудың әр түрі болатынын түсіндіріп үйреттім ба қыздарым, иә? Иә, оны әр түрлі түске бояп, аяққа жылы, шұлы, жейде, жаңағы басымызға киетін қалпақ, қолғап тоқитынын құлындарыма айтып түсіндірдім. Оны 5 темірмен тоқитын түсіндірдім, иә? Ал мынау неше түрлі, міне әр түрлі иметтерменен ілмекпен тоқитын айтып түсіндірдім. Бұларға мен ұршықпенен жіп үйреуді де көрсеттім, иә, құлындарым?
Сендерге ұнады ма қыздар? Иә. Ұнады иә? Үйде әжелеріміз бізге тігіп береді осындай нәски қолғап иә? Оқыған бала сабырлы болады, еңбек еткен бала бақытты болады деген. Менің қыздарым ең еңбекқор қыздар. Енді әжелер сіздерден біз бір ән сұрағымыз келіп тұр. Бізге керемет өздерінің қазақтың халық әндерінен бір ән айтып берсеңіздер. Еңіліп, мияққа қыздар мияққа отыра қойыңдар кел. Әжелеріміздің әсем әнін тыңдайық. Әрине айтып берейік қыздарымызға. Кәнекей бастайық әжелеріміз. Аяғыма кигенім былғар етік сәулем-ай, табанымнан барады ызғар өтіп сәулем-ай. Жақсы болсаң өтесің судан өтіп сәулем-ай, жаман болсаң қаласың суға өтіп сәулем-ай. Ақ-ой, сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Рахмет әжелер әсем әндеріңізге. Енді сіздерге қазақтың ұлттық нанына бауырсақтан ауыз тиіп балаларымызға өздеріңіздің аталарыңызды берсеңіздер. Ауыз тиіңіздер, келіңіздер. Бауырсақтан ауыз тиіңіздер, сосын әжеміз бізге керемет бата берсін. Келем. Аяжан. Енді әжеміз бізге бата берсін. Әдемілеп. Қолдарыңды жайып отыра қойыңдар. Аяжан орнына отыра қой. Әжеміздің ақ батасын алайық бәріміз. Бұл жер қойып қойыңдар. Шөте әже отыра қой. Айшаның қасына отыра қой. Ал. Гүлмира әжеміздің батасын алайық. Қолдарымызды жаяйық. Қолымызды жаяйық барлығымыз, иә? Я Құдайым, қабілет, мұратыңда асылет. Құлындарың, жолдарың ақ болып, өнерлі, шеберлі болыңдар. Ата-аналарың мейірімді, сүйкімді, ұл қыздары болыңдар. Әрқашан жолдарың ақ болып, бақытты болыңдар. Аллахым қабілетсін. Рахмет. Осымен біздің әжемнің өнегесі іс-шарамыз аяқталды. Іс-шарамызға қатысқан әжелерімізге өзіміздің үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет.